Жалғыз қалған ана. Айқыз апаның көк базарды жағалағанына біраз күн болды. Күнде таң атысымен жағалап келіп, әр бұрышқа отырып өткен-кеткен жолаушыға қолын жайып отырады. Астында қоқыстан алынған банан коробкасы. Мұнандай суық күнде коробканың қайбір панасы бар дейсіз. Астынан өткен сыз жамбасы мен белін, одан қала бере екі тізесін қақсатып барады. Жұқа көйлек пен сыртынан іле салған етігі, қысқа жемпірі қарашаның ызғары толы жеріне төтеп берер емес. Басқа керге киімі жоқ, қайтсын енді. Кейуана суыққа тілім шыққан қолын жайып, күн ұзаққа отырады. Біреулер аяп өтсе, біреулер көзінің қиығын ғана салып өтуде. Ал енді бірі маскүнемдікке салынған ғой, болмаса осы жасқа келгенде үй-күйсіз жүрер ме дейсің деп көбірлесіп өте шығады. Көкбазар дүкендерінің жанындағы түскі ас дайындайтын асханаға жаңадан жұмысқа қабылданған Дана 2-3 күннен бері осы Кейуананы бақылап жүр. Жанына барайын десе, бастығынан сөз естен бе деп тырс ете алмайды. Оның үстіне тапсырыс көп болғандықтан кешке дейін 1 минутта бос болмайды. Түскі асын жүре жейді, ал кешкісін асхананы жауып, сыртқа шығам дегенше әжей кетіп қалады. Бүгін Дана терезеден тағы әжейді бақылап жүр. Таңертең бастығы азық-түлік әкелуге баратын айтқан. Сол уақытты тағатсыздана күтіп жүр. Бастығы кетісімен сыртқа шыққан Дана әжейге беттеді. Суықтан орамалын мойнына дейін орап алған әжей жан-жағына мән бермей, бірі қолын жайып тізесіне сүйеніп отыр еді. Жанына барған Дананы байқамады. Селк ете қалған әжей қорқақтап, "Мен мына жерге" деп сасқалақтап, орнынан көтеріле беріп еді. Дана сырт киімінің әжейдің үстіне жапты да, қолындағы ыстық 2 бәлішпен 1 реттік стаканға құйылған ыстық кофені ұсынды. Түсінбей қалған әже Данаға батасын үйіп төкті. Дана әжейдің салқын қолын қысты да, "Әжей, кешке кетіп қалмаңыз. Мен анау асханада жұмыс істеймін. Кешке жетілерде шығамын. Мені күтіңіз, ал қазір асығыспын" деді де асханаға жүгіріп кетті. Асханаға кіргені сол еді. Дананы бастығы күтіп алды. Кассадан ақша алуды ұмытып, кері айналып келген екен. Дана үнсіз тұрып қалды. "Ондай кісілер қалада толып жүр. Не, әрқайсысына көмектесіп шықпақсың ба? Одан да өзіңді жарылқамайсың ба?" деп зіркілдеді. "Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Енді жұмыс уақытында сыртқа шыққаныңды көрсем, жұмыстан шығарамын. Айтпады деме." "Жарайды" деді Дана, тірлігіне кірісті. Кештің батқанын күтіп жүр. Әлгі Кейуана да жалтақтап қарап қояды асхана жаққа. Бастығы ғана мұрнын тыржитып, әжейді терезеден көріп жақтырмай отыр. Жұмыс аяқталып, Дана есікті жапты да әжейге келді. Сырттай бақылап тұрған бастығы басын шайқады да көлігіне отырып жүріп кетті. Дана әжейді сүйреп тұрғызды да, "Әжей, үйіңізге қайтасыз ба?" деді. "Үйім жоқ қой, шырағым." Кешіріңіз, қайда қонып жүрсіз түнде?" "Мына базарда айналғанда артында жертөле бар, сонда жатамын." "Не дейсіз?" "Әже-ау, ол жер қалдық сулар жиналатын жер ғой." "Иә, білемін. Басқа барар жерім жоқ қой. Ол жерден ешкім қумайды. Сол үшін сол жерді паналадым." "Бүгін біздің пәтерге жүріңіз. Мен сізге көмектесейін. Өзің зорға күн өтіп жүргенде маған көмектесіп қиналып қалмайсың ба, жарығым?" "Түк етпейді, жүріңіз." Олар Көкбазардан жоғары көтеріліп, Гоголь көшесіне такси ұстап пәтерге жол тартты. Үйде ешкім жоқ екен. Дана әжейді асханаға бастады да, өзі тез беті қолын жуып, шайдың қамына кірісті. "Жалғыз тұрасың ба, қызым?" "Жоқ, 5 қыз болып тұрамыз. Олар жұмыста, кеш келеді. Саған ренжіп жүрмей ме? Қайдағы дуананы кіргізіп деп?" "Жоға, о не дегеніңіз? Бәрі жақсы қыздар. Бірге оқығанбыз. Оқуды аяқтап, қалада жұмыс жасап жүрміз. Ал, шай ішейік." Әжей беті қолын жуып дастарханға отырды. Шай үстінде сұраған ұят шығар деп Дана көкейіндегі 1000 сұрақты кейінге қалдырды. Оның сұраулы жүзінен бәрін түсініп отырған Кейуана бір күрсініп алды да, "Мен ең бақытты ана едім. Ұлым 5 жасқа толғанда күйеуім жол апатынан қаза болды" деп бірден әңгімесін бастап кетті. "Жұбайымның қазасы ауыр тиді ме? Мен ауырып ұзақ жатып қалдым. Ұлыма абысыным қарады. Сол үйдің баласы сияқты өсті. Бәлкім, өзім өсіргенде маған мейірбан болып өсермеді, кім білсін" деп әже көзінің жасын бір сүртіп алды.
Дана дереу барып шкафтан бет орамалын алып келді. Кейуана ары қарай әңгімесін жалғады. Абысыным ұлымды өз баласындай көрді. 3 қызымен қатар өсті. Ешқашан бөлектетпеді. Мен 2-3 жылдан соң аяға бастадым. Тағы 1-2 жылда өз аяғымен жүріп тұратын болдым. Бұл кезде ұлым 10-нан асып қалып еді. Абысыным тым ерке қылып өсірді. Өзінде ұл болмаған соң ол өз ұлындай көріп, айтқанын айтқан, дегенін деген етіп ержеткізді. 5-ші сыныптан 6-шы сыныпқа көшкенде өзім қолыма алдым. Жұбайымның отын сөндірмейін, шаңырағын былғамайын деп 2-ші рет тұрмыс құрмадым. Солай, екеуден екеу өмір сүріп жаттық. Мемлекеттің беретін аз ғана жәрдем пұлын талғажау етіп жүрдік. Балам өсе келе, ол ақша жетпей бара жатты. Сосын күнделікті жалданып, үй тазалап, қорық-қопсыларды тазалап ақша тауып жүрдім. Ұлым оған намыстанып, дауыс көтеріп, менің ол жұмысымнан ұялатын айтатынды шығарды. Менде диплом болғанымен, ешқашан жұмыс істемегендіктен жұмыс іздестірмедім. Ағайын туыста көмегін беріп болды. Қашанғы біреуге алақаныңды жаясың, олардың да үй жайы, бала-шағасы бар. Әжей, бауырларыңыз, ата-анаңыз болмады ма сол кездері? Болды ғой, жалғыз ағам болатын. Мен училищеде оқуды аяқтаған жылы әкем өмірден өтті, ал шешемді туғалы көрмегенмін. Мені өмірге әкеліпті шешем бұл өмірмен қоштасып кете барыпты. Содан ағам мен жеңгем мені ұзатты да, өздеріңмен өздерің болыңдар деп еді. Содан Төркінге баруды қойған едім. Жұбайым қайтқалы, бізге жармасып масыл болады деді ме, есіктерін біз үшін мәңгі жапты. Ал қайын жұртым қашан да көмегін аямады. Балам мектепті аяқтаған жылы балдармен төбелесіп, біреудің баласына пышақ сұғып, милиция алып кетті. Содан 2 жыл отырып келді. Менің қорлығым да содан кейін басталды ғой деп Кейуана көз жасын тағы да бір сығып алды. Әжей әңгімесін жалғады. Балам 2 жыл түрмеде отырып шықты. Келген соң бәріне мені кінәлайтынды шығарды. Соның көңіліне қарап өмір сүріп жаттық. Қаласа үйге келеді, қаламаса ол да жоқ. Бір күні сары шашты бір қызды ертіп келді. Мен осы қызға үйленемін деп. Қаланың ақсаусағы қайдан ауылға жартып келін болсын. Үйленемін деп тұрып алған соң, амалсыз ағайынды жинап, ақылдасып, егер үйленсе, балалығы басылып, адам болар деген ой болды бәрімізде. Сонымен абысыным келінді біздің үйге түсірейік. Құда жекзат келсе, Сайыздың қоржын тамын көріп күлер ұяттағы деді. Келім кетім аяғы басылған соң, келінді өзіңе аларсың деді. Жарайды деп мен келістім. Той өтті. Келінді енді үйге әкелем дегенім арман болды. Олар той өте салып, қалаға кетеміз дегенді шығарды. Бұлай айтсақ та көнбеді. Қалаға кетіп, өз күнімізді көреміз деді. Мен қайтемін балам-ау. Қайтемін несі мам, бірге кетеміз. Қалада өмір сүру қиын ғой жарығым. Тұрақты жұмысымыз болмаса, үй жайымыз болмаса. Ой, осы аударып төңкеретініңіз не уайымда? Жұрттар өлмей қалада өмір сүруші ғой. Давай мам, жинал деді балам. Қалбалақтап не жинарымды білмей тұрып қалдым. 1-2 киім-кешекпен керек болар деп бірсыпыра төсек орын, ыдыс-аяқ алдым да шақырып қойған мәшинеге отырып, өмірімде аяғымды басып көрмеген Алматыға жол жүріп кеттік. Осында келіп квартира алып жайғастық. 1-2 күннен соң балам мен келінім 2 күнге жоғалып кетті. Қаланы білмейтін болған соң амалсыз үйде отырып күттім. 2 күннен соң келіп тұр, қолында бума-бума ақша, өздері мәз. Мам, үйді сатып келдім дегенде төбемне жай түскендей болды. Не деп тұрсың? Ол сенің үйің емес сататындай. Әкеңнен қалған шаңырақ еді ғой, менен неге сұрамайсың? Қалада қиналсақ қайтамыз ғой ауылға, деп сені көңіліңді қимай келіп едім. Бекер келіскен екенмін. Кімге саттың? Әкел ақшаны. Ойбой, не болды? Ұлым үшін бәріне барамын. Ұлым тарықпай өссін дейтінің қане? Ақша енді сенікі емес, ол біздікі. Қалағанымызша өмір сүреміз. Ұнамай ма кете бер. Сол сүйіп тұрып қалдым. Аузыма сөз түспеді. Кетейін десем қаланы білмеймін. Білген күнде де ауылда үй жоқ. Қалайын десем баламның айтқан сөздері өңемнен өтіп барады. Шиқылдап құлағалы тұрған столға отыра кеттім. Сол екен, содан кейін көрген күннің бірі жақсы болмады. Ішкенімді ірің, жегенімді желім етіп береді. Қара су берсең де қабағыңды ашып берші деп келініме өтініш айтамын деп баламнан таяқта жедім. Үйдің ақшасының 2 айда түбі көрінді. Келінім бизнес бастамақшы болған екен, жұмысы жүрмей қалыпты. Ақшаның басым бөлігі сонымен кетті. Қалғанын ішіп жеп,
тауысты. Квартираның ақшасын төлеуге ақша таппай, мен алатын жәрдем пұлды сұрады. Амал жоқ, бауыр етім ғой, бердім. Шынтуайтына келгенде мені сол квартираның ақшасын төлеп тұрады деп қана үйде тұрғызып жүрді ғой. Болмаса баяғыда қуып шығар еді, деген әжей тағы біраз үнсіз отырып жылап алды. Дана әжейді ұзақ тыңдады. Бұл кезде түн қараңғылығы болып қалып еді. Пәтерде бірге тұратын қыздардың да келетін уақыты болды. Дана әжейді жуынатын бөлмеге кіргізіп, ыстық суық суды көрсетіп жатыр еді. Қызым, ауылдан келгенде тұрған квартирамызда осындай еді. Сол кезде үйреніп алғанмын, деп күлді. Дана күлімсіреп таза сүлгі берді де шығып кетті. Кейуана жуынып, тазаланып асханаға қайта кірді. Ыстық тамақтың тәттесі алқымды жарып барады. Шыдамсызданып, ыстық тамақ жемегелі біраз болған әже бейшара. Сорпа ма деп сұраған өзі білмей қалды. Иә әжей, ыстық сорпа ішіп терлесін дедім. Кеше ауылдан соғым салып жіберген әкем. Жасым малдың еті, дәмді сорпа болады қазір, деп Дана бас бармаған көрсетіп әжеге күлімдеді. Кейуана Данаға қарап қызығып, өзінше армандап, осындай келін болғанда бәлкім қазір күйім бұлай болмас па еді, деді ішінен. Әжей, үйдің ақшасын тауысқан соң ұлыңыз бен келініңіз не істеді? Олар жұмыс істейді ме, деп сұрады Дана. Олардың тұрақты жұмысы жоқ, балам. Қара жұмысқа мойны жар бермейді. Келінім де саусақ. Анау-мынау тірлік істегісі де келмейді. Әкесі қазақ, шешесі орыс. Әкесі кезінде тастап кеткен. Бөлек тұратын орыс шешесі бар. Оның үйінде ит мысықтан көп нәрсе жоқ. Солармен бірге жүріп тұрады. Қызынан соларын артық көреді мыс. Айналып келгенде екеуде құр жүрген біреу. Сонымен ақша таусылды. Менің жәрдем пұлымды да алып жүрген. Ол қайбір шыртық жамайды. Ас ауқатқа жетпей, үйде ұрыс керіс көбейе бастады. Ақыр аяғында тамақтың бәрін мен жейтін болып, оларға масты болып шықтым. Балам алдап арбап, поштадан алатын жәрдем пұлды банктен кәрішке дейме, бірдеңемен алатын қылып жасады да, өзі алып жүретін болды. Одан соң ары тұр, бері тұр бола бастадым. Бір күні квартираның егесі келді де үйге. 3 айдан бері ақысы төленбепті. Балам ертең төлейтінін айтты да шығарып салды. Бір айды зорға төлеп жүргенде, 3 айды қалай төлейміз бірден, дегенім сол еді. Келінім айғайды басты. Орысша шүлдірлеп тұр, ұқпадым. Екеуі ұрсып ақырында келінім затын жинап тайып тұрды. Содан балам екеуміз осы көк базарға келдік. Осында пәтер беретіндер жүреді дейді. Пәтер іздемекші болдық. Баяғы пәтерден көретін болдық. Заттарымызды пәтер тапқанша сонда қалдырдық. Көк базардан арғы көшеден біраз пәтер іздедік. Балам, мені заттарды жинай беріңіз, үйге барып көшеміз. Пәтер таптым деп таксиге отырғызып, адресін айтып шығарып салды. Үйге келсем басқа біреулер көшіп келіпті. Заттарымыз далада тұр. Не істерімді білмей біраз сыртта отырдым. Баламды күттім. Кеш батып қараңғылық қойлана бастады. Балам әлі жоқ. Сол күні жаңа көшіп келгендерден өтініш жасап, бір күн қонып шықтым. Ертеңіне де сыртқа кеш батқанша күттім, келмеді. Содан қайта осы көк базарға келдім. Ары бері есіме түсіріп, пәтер берушілерді іздеп тауып баламды сұрастырдым. Ол дегеннің үлкен қала болғандықтан сабан ішінен инездегімен бірдей екен. Сол кейі баламды таппадым. Не өлі, не тірі екен білмеймін. Кейде мені әдейі тасап кетті ма екен деп ойлап қоямын. Ана жүрегі шіркін, сенгісі келмейді ғой құрғыр. Содан бері осы жерде қалып күнелтетін болдым. Сөйтіп жүріп бүгін өзіңе жолықтырды ғой Құдай. Бірақ қызым, алаңдама, ертең қайтамын. Өзіме лайықты жерге, деп әже әңгімесін аяқтады. Дана еріксіз жылап жіберді. Әжей, мен сізді бұлай тастап қоймаймын, көмегімді аяймаймын, деп көзінің жасын сүртіп әжейдің қолын қысты. Дана ертеңіне жұмыстан 2 күнге сұранды. Пәтерде бірге тұратын қыздың жиенағасы осы көк базарда телефон жөндеуші болып жұмыс істейді екен. Сол кісі арқылы әжейдің баласын біраз іздеді. Түр-түсін, сұр сипатын айта бастағаннан-ақ бәрі тани кетті. Көк базарға жақын жерде пәтер іздеген бір жігіт пәтер берушімен келісе алмай, әңгіменің ақыры жанжалға ұласып, жігіт пәтер берушіні пышаққа алыпты. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері дереу жігіт алып кеткен екен. Мұны естіген әжей сыздаған жүрегін ұстап, қара суыққа мұз боп қатқан жерге отыра кетті. Қолтығынан демеген Дана жерде жәрдем шақырып әлек. Көзін ауруханада ашқан әжей бірінші болып және Дананы көрді. Дана амалсыз барлық жайды айтып берді. Өкінішке орай, өткен күні пышаққа түскен пәтер беруші жарасы жеңіл болса да арызымды қайтарып алмаймын деген көрінеді.
Баласын уайымдаған ана байғұста бәріне көнгеннен басқа амал қалмады. Ауруханада бір жеті жатқан әжей шыққан соң қайта көк базарды жағаламақшы. Ауылға қайта алмайды. Мұны күтіп отырған не ағайыны, не төркіні, не өз үйі жоқ. Бірақ Дана әжейді көшеге қаңғыртып жібере алмады. Өз үйіне де апара алмайтын түсінген ол ары бері ойланды да, ең дұрыс шешім әжейдің денсаулығы мен күнделікті тағамы ғой деп қарттар үйіне орналастырмақшы болды. Амалдап әжеге айтып көріп еді, менде таңдау жоқ қой шырағым, деп көз жасын сықты. Кешегі қол ұшын бермекші болған көк базардағы телефон жөндеуші жігіт ағасы бүгін тағы бір қол ұшын беруге келісті. Тамыр таныс арқылы әжейді қарттар үйіне орналастырып, құжаттарын рәсімдеп берді. Қоштасып тұрып Дана, келіп тұрамын әжей деп құшақтады. Қайтып келе жатып ұзақ ойланды. Дұрыс жасадым ба? Неге қарттар үйі? Неліктен? Бұл сұрақтарға жанындағы құрбысы жауап берді. Неге өзіңді кінәлі сезінесің? Ең дұрысы осы, әже қауіпсіз әрі қамқорлықта деді. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдау білдіріп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.